Сәлем қыздар, біздер бүгін тауық қанаттарын маринаттап духовкада пісіруді үйренеміз. Ол үшін видеоны толықтай көріп, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бастаймыз. Бірінші тауық қанаттарын алып, дәл видеодағыдай керек емес жерін кесіп алып тастаймыз. Осылай барлық қанаттарымызды дайындап аламыз. Одан кейін үстіне сұйық майымызды қоямыз. Мен 2 ас қасықтай құйдым. Сұйық майды тауық еттері жақсы көреді, сочный етуіне жақсы. Одан кейін тұз салдым, соя соусын құйдым, 1 ас қасық. Соя соусын құйғанда тұзды абайлап саламыз. Одан кейін терияки соусын құйдым. Для мариновки деген. Терияки соусының түр-түрі бар. Для обжарки деген. Ал для мариновки құйдық біз. Мен мына жерде 2 ас қасық құйдым. Негізінде 3 ас қасық құйғандарыңыз дұрыс. Одан кейін паприка. Паприканы да 2 ас қасықтай салдым. Тауық еттеріне паприканы аямаңыздар. Өте дәмді болып шығады өйткені. Осылай барлығын араластырдық. Араластырып болғаннан кейін духовкаға 35 минутқа конвекциямен 180 градуста пісіріп алдым. Өте дәмді болды. Мен кішкене тағы да 10 минут қосып ұстай едім. Тауық қанаттары өте қызарып кетті. Сол үшін 35 минут дәл пісіп шығуына қолайлы уақыт. Одан артық ұстамаңыздар. Өте дәмді, сочный болып шықты. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал.